Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермендер. Журналистика саласына 90 жылдары және қазақ спорт комментаторлығына 2000 жылдардан бері білек сыбана кірісіп келе жатқан азаматтардың бірі, белгілі ақын, танымал журналист Есей Жеңісұлымен сұхбат жүргізетін боламыз. Есей Жеңісұлы 1978 жылдың 9 қаңтарында Алматы облысы Райымбек ауданы Кеген ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің түлегі. Жас алаш, жас қазақ, дала мен қала, ұлан газеттерінде, Қазақстан телерадио корпорациясында, президенттің баспасөз қызметінде жұмыстар атқарған. Қазір Айқын газетінің тілшісі. Бір жарық, сендер бәрің жақсысыңдар адамдар. Мынау ғазиз дүние кітаптарының авторы. Есейға қазір сізді спорт жанкүйерлері, спорттың негізгі көрермендер жоғалтып алған сияқты. Қазір қандай қызметтесіз, қайда жүрсіз, осы турасында толығырақ айтып өтсеңіз. Қазір Айқын газетіндемін. Негізі өзім журналистика тілмен айтқанда газетчикпін ғой. Сондықтан республикалық қоғамдық саяси күнделікті шығатын Айқын газетіндемін. Шығарушы редактор деген қызметтемін. Спортқа комментаторлық етуді қойып кеткен сияқты. Енді ол мен өзім былай кішкене жасымда ересек тартып қалды ғой. Ондай бір жанкүйерлер мені іздейді екен, сағынады екен, даусымды сағынады екен дейтіндей сезімдерден аулақпын негізі. Өйткені көбінше отбасың болғаннан кейін, бала-шағаң саған қарап тұрғаннан кейін, оны бір және комментаторлықпен тұрақты айналысып тұрмағаннан кейін, оны бір қосымша балалардың несібесі деп қарайсың да көбінше. Болса істейсің, болмаса ренжімейсің. Сондықтан қазір мен шынында да Қазспорт арнасынан кеткеннен кейін комментаторлықпен тұрақты айналысып жүрген жоқпын. Қазір сол Қазақстан барысы жобасында айналасында болатын 3 жарысты тұрақты 2 жылдан бері жүргізіп келе жатырмын. Солай да жалғаса беретін шығар. Енді арасында өткен жолы хабар арнасынан бір рет Қазақстан Буркина Фасо матчын жүргіздім. Арасында сондай болып тұратын шығар, бірақ негізі тұрақты комментаторлықпен айналысып жүрмін дей алмаймын. Жаңа Қазспортта қалдыңыз. Қазспортпен өзіңізді байланыстыра аласыз ба? Ең қызығы, мен қазір Қазспорттың тек қана көрерменмін. Оны бір керемет сағыну, осыны былай істесем былай болатын еді ғой. Мына жерін дұрыс істемеппін ғой, мына жерде бүйтуім керек пе еді, мына жерде ана кісінің тілін табуым керек пе еді, мына жерде бүйтуім керек пе еді дейтіндей сезімдер жоқ менде. Өтетін себебі мен сол жерге жанымды салып істедім де, барымды салдым шыны керек. Осы бір халықтың, қазақтың игілігі болатын арна ғой деп, былайша айтқанда мен отбасымды ұмытып жұмысқа кірістім. Күніне бір шамамен 3 сағат, 4 сағат ұйықтап жүрген кездер өтті сол кезде басымыздан. Сондықтан ол жерден кетіп қалу мен үшін бір түрлі сол ешқандай өзімнің бастаған ісімді аяғына жеткізбей кетіп қалу маған бір не болды да, сын сияқты болды да. Сондықтан мен ол каналды қазір өзімнің қолымда болмағаннан кейін, оған ешқандай араласып тұрмағаннан кейін тек қана жанкүйер ретінде қараймын. Мысалы, біз жаңадан каналды арнаны ашатын кезде Ағылшын премьер-лигасы соншалықты қымбат ақша тұрған болатын. Мысалы, 1 миллион 200 мың долларға сатып аласыңдар деді. Оны және тікелей емес Түркияның Жихан агенттігі арқылы сатып аласыңдар деді. Мысалы, соны алу біздің қолымыздан келмеп еді. Кейін мысалы 1 жылдан кейін сол Ағылшын премьер-лигасының ойындарын Қазспорт қолға түсірді. Мысалы, осындай жетістіктеріне мен қуанамын. Мысалы, ол қандай жолдармен келе жатыр, әрине мен ішіне бойлап еңбегеннен кейін түсінбейтін де шығармын. Бірақ осындай жетістіктеріне мен қуанамын. Мысалы, былайша айтқан кезде мен Қазспорттың қазір тұрақты көрерменімін. Қазспорттың тек қана көрерменімін дедіңіз. Қазіргі қызметкерлеріне қандай баға бересіз? Енді олар бірге жұмыс істемегеннен кейін оларға баға беру қиын ғой. Және күнделікті мысалы Ермұхамед қалай сөйлеп жүр екен, болмаса Ермек қалай сөйлеп жүр екен, немесе Тимур қалай сөйлеп жүр деп мысалы оны қадағалап отыра алмаймын. Біріншіден. Екіншіден, мына бір жұмыстан аулақтап кеткен адам қазіргі жұмысының мәселесімен көбірек бас ауырады да, телеарнаның алдына барып көрермен ретінде жатқан кезде, мысалы ол комментаторлығын мүлде ұмытып кетеді. Жігіттер қалай сөйлеп жатыр, қалай баға беріп жатыр, ол қызық емес болып кетеді, шыны керек қой. Өйткені оның ішкі кухнясын өзің жақсы білесің, жігіттердің қандай жұмыс істеп жатқанын жақсы білесің. Сондықтан қазіргі жағдайда олардың жанкешті әрекеттерін біз қалай да қолдауымыз керек. Мысал үшін өзіңіз ойлаңыз, біз осы қаңтар айының соңында, ақпан айының басында біз Дубайға бардық. Астана вело командасының тұсаукесері өткізілді. Сол жерде мысалы өзіммен бірге жұмыс істеген Ермек Төренияз және қасында өзіміздің Руслан деген режиссер жігіт болды. Мысалы, мен газеттің журналистімін. Мен бір күндік оқиғаны көрдім да, қағазыма түртіп алдым да, мен мысалы
оп оңай ұйықтай бердім да, түн ішінде барып ұйықтай бердім. Ермек екеуміз бір бөлмеде жатамыз. Ал Ермектер не істеді деңіз? Сюжет даярлады. Ол жердегі интернеттің сигналы әлсіз болып, Wi-Fi-ның сигналы әлсіз болып, таңға шейін ұйықтаған жоқ мысалы. Сөйте тұрып олар сол жерден тікелей репортаж жасады. 1 минут кешіктірген жоқ жігіттер соны. Сөйтіп жанкештілікпен жүрген жігіттердің жұмысын мен қалай нашар бағалауға тиіспін мысалы. Өйткені олардың мысалы өзіңіз қараңыз, үлкен спорттық арна 9 ғана журналисті бар, ойлаңызшы. Оның 4-еуі қазақша, 4-еуі орысша дайындайды. Біреусі мысалы Индира Бектен орысша қазақшаға бірдей жүйрік мысалы. Сонда сіз айтın, сонда 20 сағаттық эфир бар арнаға 9 репортер деген не болады өзіңіз ойлаңызшы. Сондықтан мен Қазспортта жүрген әрбір әріптесімді, әрбір інімді, әрбір қарындасымды қазіргі уақыттың батырлары деп бағалаймын. Сондықтан оларды ешқандай сынауға хақым жоқ деп есептеймін. Өзіңіз комментатор болдыңыз, қазақ комментаторларына жанкүйерлердің сын көп айтады. Сізге айтылған орынды және орынсыз сын қандай болды? Мен мысалы сол сынды түсінбеймін негізі. Осы жолы спорт газетіне де сұхбат бердім, сол жерде айттым. Мысалы комментатор барып құрылысшыға айтпайды, сен мына үйді қисық қалап қойыпсың деп айтпайды. Иә? Сол құрылысшының салып берген үйінде тұрады. Реті келіп жатса, ішінен бір күрсіні болады да, сол жерде өзі түзетіп тұрады, немесе түзеттіреді. Былайша айтқанда, қалтасынан қосымша ақша шығарып түзеттіреді. Ал оны кім салды, неге осылай салды, барып қазғылап, соның бәрі миын шұқып жатқан ешкім жоқ былайша айтқанда. Ал бізде Қазақстанда бүкіл не істесе де, асықтар бүк түсіп қалса да, шаруалары оңынан келмесе де, өздері көшеде қазақша айтқанда шыланып мас болып шошқа болып жатса да комментатор кінәлі. Өйткені комментатор олардың көз алдында, қазақ жанкүйерлерінің көз алдында идеал сөйлеу керек, кемел сөйлеу керек сияқты есептеп тұрады да. Ал енді қараңыз, не нәрсе болсын, дәстүр деген нәрседен басталады. Бізде комментаторлық дәстүр бар ма еді, өзіңіз айтыңызшы? Мысалы, осы уақытқа шейін осы міне қазақ телевизиясы өмірге келгелі 60 жылға таяды. 60 жылдың ішінде қазақ комментаторлары дербес жалғыз өздері сөйлеп көрді ма мысалы? Ылғи қасында орысша жүреді. Ал орысша, қазақша комментаторлар эфирде отырған кезде қазақ комментаторларының деңгейі өспейді ешқашан. Ол мен өзім басынан өткізген адам ретінде айтып отырмын. Мысалы, қандай көп жағдайда қандай? Мысалы, мен өзімнің дайындалып келген мәселемді 5 минут ішінде айтып шығамын, ойыншыларды таныстырамын деген сияқты. Ары қарай 5 минут мен үнсіз қалуға тиіспін. Қасында орысша әріптесім сөйлейді, орыс тілді әріптесім сөйлейді. Орыс тілді әріптестің көбінің кінәсі неде? Олар қазақ тілін үйренуге тырыспайды. Сенің ақпаратыңды қайталап жатқан кездері болады. Сен онда не істейсің? Сен ортадан киіп кетіп оны түзетпейсің ғой. Сен мысалы өзің бір жазуыңды жазып отыруың мүмкін, немесе матчты ананың қасында жанкүйер ретінде қарап отыруың мүмкін кезегің жеткенше мысалы. Ал диалог ұйымдастыруға сенің орыс тілді әріптесіңнің мүмкіндігі жетпейді. Ал сен онымен оның айтқанын түсініп отырасың, сен онымен диалог ұйымдастыруға дайынсың. Демек біз артықпыз олардан. Қазақ комментаторларына айтылатын сынның бірі біржақтылық, яғни ойында жүргізіп отырған комментатор бір командаға жанкүйер екенін білдіріп қояды. Осы турасында қалай ойлайсыз? Біржақтылық дегенде сіздің айтып отырғаныңыз енді бір командаға жанкүйер болу ғой. Енді ол да бұл да дәстүр деген нәрседен келіп шығады. Мысалы, егер бізде комментаторлық мектеп ежелден бері қалыптасып, оның канондары, критерийлері мынандай дейтіндей болатын болса, онда ескеруге болады. Ал көп жағдайда біздің әріптестеріміз белгілі бір команданың жанкүйер екендігін білдіріп қояды. Бірақ енді мұндай жағдайда эфир барысында өзінің сол командаға неге жанкүйер болып отырғандығын бір түсіндіріп өтсе мүмкін жаман болмас еді деп ойлаймын да. Жарайды, Ювентус пен Барселона ойнап жатыр. Сіздің бүйрегіңіз Барселонаға бұрады. Бірақ Барселона гол соққан кезде ойбайлап жер тепкіреп, ал Ювентус гол соққан кезде кәдімгідей ақырып күрсінудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл жағдайда біз көбінше өзімізді орыстармен салыстырамыз ғой, орыс комментаторлармен, жалпы Ресейдің телеарнасымен деген сияқты. Мысалы, Аргентинаның жанкүйері айтады, Месси гол соққан кезде гол деп шамамен бір 2 минут үзбей айғайлап тұрған шығар. Сосын мен қазір аузыма не келсе соны айтамын. Өйткені Месси Аргентина үшін гол салды. Мені тіпті осыдан кейін эфирден қуып жіберсе де мен осы голдың әлемдегі ең керемет гол екендігіне әрбір аргентиналық үшін солғанын айтамын дейді мысалы. Бізде сондай патриотизм бар ма? Көрдіңіз ба? Бұл жерде бір жақтылық кей жағда жарайды. Шетелдің екі командасы ойнап жатса, сен өзіңнің қай командаға жанкүйер екеніңді білдірме. Оған сенің ақыл парасатың жету керек. Ал Қазақстан мен мысалы Түркия ойнап жатса, сен қалайша Қазақстанға жанкүйер болмайсың? Мысалы Германия мен Қазақстан ойнап жатқан кезде Астана аренада отырып жүргіздік, сонда көп жағдайда адамдар бізге айтты, айғайлап кетесіңдер қайта-қайта, шыңғырып кетесіңдер дейді. Ал енді сол жағдайда онда да адамдарға түсіндіре алмайсың. Неге? Өйткені Астана аренада комментаторлар отыратын кабина жоқ, айналаң ашық. Сонда сенің құлағыңда гарнитура тұр деген күннің өзінде сен өз даусыңды өзің естімейсің. Шыңғыруға, айғайлауға мәжбүр боласың.
Сондықтан осындай да бір спецификалық нәрселер бар. Яғни бұл жерде комментатор өзінің еркінен тыс жағдай, айналадағы жағдайына қарай сондай сипатқа да, сондай жағдайға да тура келіп жатады сөйлеуінде. Сондықтан осындай нәрсенде бұл не? Бұл бізде әлі де үлкен мектептің қалыптаспағандығынан ғой. Әйтпесе жанкүйер мысалы мен анда-санда Ресейдің мой футбол, наш футбол дейтін арнасын қарап тұрам. Сол жерде тура біз сияқты айғайлап жатқандар көп. Тура біз сияқты бір командаға іш тартып жатқандар көп мысалы. Ал соны тегі біреудің бетіне басып жатқанын мен көрмеппін. Сондықтан бұл жерде кішкене біз халық ретінде, спорт жанкүйері ретінде, спорт сүйетін халық ретінде өсе түсуіміз керек. Комментаторлық жасап отырған кезде аузыңызға абайсызда түсетін сөздер бар ма? Жақсы айтылып кетті мынау деген. Енді мынау қап болмай кетті деген. Қап болмай кетті деген сөздер көбірек болады. Өйткені мысалы мен жаңа сөздің басында айттым, өзімнің кемшілігім көп жылдам сөйлеп кетем. Мысалы бір жолы бір Шахтермен Ордабасының матчын екен жүргізіп болғаннан кейін артынан үзінділері сайттарда жарияланып тұрады, гол болған сәттер, қауіп тудырған сәттер. Сол жерде сөйлеп қарасам, мен жаңағы сөйлемді көп аяқтамай кетеді екен. Яғни мен өзімнің сол жерде үлкен қателігімді, үлкен кемшілігімді өттім. Ал енді мына жерде тауып сөйлеп кеттім, мына жерде орайлы айттым деп, ол комментатор өзіне менің ойымша сондай бір қатты тамсанудың қажеті жоқ. Өйткені ол айтылады, қалады, жұрттың көңілінде қалса қалды, қалмаса, мысалы мен Криштиану Роналдудың айыпдобын соққан кезде екі аяғын екі жаққа жіберіп талтайып тұратын сәті бар, білесіздер ғой. Соны бір аяғын бұқараға қойып тұрып, бір аяғын самарқаға қойып тұрып төбет қазы деп бір айтқаным бар мысалы. Соны біраз достарым осыны сен тауып сөйледің деп былай айтып жүрді. Мысалы мен өзім былай сынап көрдім. Жаңа нәзік жыныстылар дегеннен кейін мені қатты сынағандар көп болғаннан кейін мен ертеңісіне Жақсылық Самитұлы дейтін жазушының сол кезде қаһарлы дейтін үлкен романын оқып жатқан едім, 3 томнан 3 кітаптан тұратын қалың роман. Соны оқып жатып, мен қазақтан бұрын жолықтырмаған үлкен мақалдарға кездестім мысалы. Соны эфирде таза қолданып көрдім. Мысалы, жол болмаған жігітте түйенің үстінен ит қабады, немесе өзі келген текенің көзінен ат деген сияқты репортажға өте жақсы келетін мақалдарды қолданып көрдім. Ертеңгі күні әдейі Фейсбукты бақтым қайтер екен деп. Бірде-бір адам соны тауып айттың деген жоқ. Демек, бұл жерде нені ескеру керек? Демек, көрермен, тыңдарман сенің қателігіңді аңдып отырады дейміз. Сен жетістігіңді көргеннен гөрі сенің қателігіңді аңдып отырады дейміз. Бұл бір есептен нені аңғартады? Бұл біздің қазақтың сөзге өте мұқият қарайтынын аңғартады, әсіресе қате сөзге. Сондықтан комментатор мейлінше сұлу сөйлегеннен гөрі қазақ сөзінің заңдылығын сақтап сөйлеген дұрыс шығар деп ойлаймын. Комментатор боламын деп жүрген іні бауыр қарындастарыңызға қандай ақыл кеңес бересіз? Мен негізі комментатор боламын десе де өмірдің басқа саласында да табысқа жетем деген жастардың бәріне айтатын ақылым біреу ғана. Көзім жеткен нәрсе. Жасым 40-қа келіп қалды ғой. Сондықтан көзім жеткен нәрсе өмірдің қызығы оқу ғана. Әрине бір белгілі бір табысқа жету, жетістікке жету, отбасын құру, балалы болу, бұлар да жақсы, бірақ бұл кәдімгі адам өмірінде болуға тиіс нәрселер. Бір баспалдақтан соң бір баспалдаққа ақырындап өсе беруге болады, Құдай жеткізсе. Ал егер енді осы сен әрбір баспалдаққа шыққан сайын оны біліміңмен мықтап негіздеп отырмасаң, ол түк болмайды. Комментаторлықта сол сияқты. Сен үнемі дайын жүруің керек. Мысалы, бүгін Бельгияның Гент деген командасы чемпион атанды ма? Сен сол команданың тарихын білуің керек. Тарихында нешінші рет чемпион болып тұр? Бірінші рет па? Қай жылы құрылған мысалы? Кез келген сәтте дайын болып жүруің керек. Мысалы, аты мүлде белгісіз бір спортшы күрестен жақсы шықты ма? Немесе бокстан мысалы Назым Қызайбай әлем чемпионы болды ма? Бұған дейін аты естілмеген. Демек сен сол туралы ақпарат жинап қоюың керек. Назым Қызайбай кім? Қайдан шықты? Қайда оқыды? Кімдермен әріптес болды? Спарринг партнері кім? Осыған дейін әлем чемпионатында кімдермен жолығып, кімдерден ұтылды? Міне сен кез келген уақытта эфирге қойып кеткен кезде дайын жүруің керек. Яғни не істеу керек? Адам өмір бойы оқу керек. Адам өмір бойы үйрену керек. Сондықтан мен кез келген өмірдің саласында жеңіске жеткізген адамдарға айтатын едім. Білімді оқу керек. Мұхаммед пайғамбарымызға алғашқы түскен сүреде оқы деген сүре ғой. Сондықтан өмірдің қызығы оқу баста ештеңе емес. Комментаторлықтың қыры мен сырын, журналистиканың ыстығы мен суығын түсіндіріп айтып өткен Есей Жеңісұлымен сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше.